Сәлеметсіздер ме? Менің атым Сапарбай Болтанер. Біз қалдық заттардың керекті заттар жасауды көрсетеміз. Бізге керегі бутылка мен ыстық киви, кесетін пышақтар керек. Мен сіздерге өз қолымнан жасаған ерекше бұйымды таныстырғым келеді. Бұл қалдық пластикалық бөтелкелерден жасалған сәндік қорапша. Қорапшаны тойбастар ретінде қолдануға, ұқсас заттар салуға немесе кәдесіз ретінде сыйлауға болады. Бұл бұйым экологиялық тұрғыдан тиімді, себебі күнделікті өмірде лақтырып жатқан пластикалық қалдықтарын қайта қолданып отырмын. Бұндай шығармашылық жұмыс арқылы мен қоршаған ортаны ластамауға шақырамын. Қайта өңдеу қоршаған ортаны қорғаудың қарапайым әрі тиімді жолы. Суши пиццадан қалған таяқшалардан үйге кіртілетін үй жүрсін. Бізге керегі сызғыш, карандаш, коробка, қайшы деп. Мен сіздерге өз қолымнан жасаған ерекше бұйымды таныстырғым келеді. Бұл сушидан қалған таяқшалардың жасалған кіртілетін үйшік. Күнделікті өмірде бір рет қолданылатын заттар көптен қоқысқа тасталады. Ал мен соларды қайта қолданып, пайдаланып пайдалы әрі әдемі бұйымға айналдыруды жөн көрдім. Бұл үйшік тек сәндік емес, сонымен қатар күнделікті тұрмыс кілтті ілуге өте ыңғайлы. Экологияны жүзеге асыру арқылы мен қайта өңдеудің маңызын көрсеткім келеді. Табиғатты қорғау әр адамның қолынан келеді, тек кішкентай әрекет бастау керек. Менің ұраным қайта қолдан табиғатты сақта. Келесі жұмысым қалпаң. Мен бұл картинаны жай ғана сән үшін емес, табиғатты қорғау мақсатында жасадым. Қолымда пайдасыз болып қалған ескі газеттерді көп еді. Бір сәтте ойланып оларды қоқысқа тастамауды, қайта қолдануды жолын іздедім. Газеттерге ұқсатып жыртып олардың мықты жіптер жасап, сосын себепті тоқыдым. Басында қиын болды, бірақ еңбегімнің нәтижесін көргенде қатты қуандым. Бұл табиғатқа деген кішкентай қамқорлығым. Себет арқылы баршаға қалдық қоқыс емес, мүмкіндік екенін көрсеткім келеді. Әрбір адам пайдасыз затқа жаңа өмір сыйлай алады. Ең бастысы ниет пен шығармашылық қиял. Мен жасаған картинамды аяқтадым. Бұдан қалған заттар тағы бірін жасау болады. Қалдық бутылкалар мен қалдық киімдерден жасалған театрға арналған қуыршақ. Мен келесі жасайтын эко-сөмке. Атаудың осындай ұстағыш тігіп аламыз.
Біз табиғатты қорғау әр адамның жауапкершілігі деп білеміз. Сондықтан жай пакеттердің орнына экологиялық таза қайта өңделуге эко пакеттерін қолдануға көштік. Пластикалық қалдықтар табиғаттағы орасан зиян келтіріп, жылдар бойы шірімей, қоршаған ортаға зиян келтіріп, жануарлар мен адамдарға қауіп төндіреді. Ал эко пакеттер бұл қауіпсіз, табиғатқа зияны жоқ, заманауи әлі саналы түрде. Біз бұл қадам арқылы өз үлесімізді қосып қана қоймай, айналамыздағы жандарды да қоршаған ортаға қамқор болуға шақырамыз. Кішкентай әрекет үлкен өзгерісті бастауы. Табиғатты бірге қорғайық, болашақ үшін жауапкершілік бірге артайық.